Қоғамдық жексұрындық. Сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов. 2020 жылдың қаңтарында әкімшілік бұзушылық туралы кодекске өзгертулер енгізілді және қоғамдық орындарында ұсақ бұзақылықтан ластану жеке бапқа енгізілді. Бөлек құрамға бөлінген кезде жаза жеңілдетілді. Бұрын қоғамдық орындардың ластану 434 бапта қарастырылған кезде құқық бұзушы 10 тәулікке қамалуы мүмкін болған. Енді жалғыз жаза айыппұл. Сондықтан қазір осы санаттағы істерді сотта қарау ішкі істер органдарына, полицияға берілді. Қоғамдық жерде қоқыс үшін жазаны жеңілдетудің авторы нені басшылыққа алғаны түсініксіз. Қазіргі уақытта қоғамдық орындарды, саябақтарды, алаңдарды ластағаны үшін адам әкімшілік жауапкершіліге тартылуы мүмкін, шамамен 14 мың теңге айыппұл. Мысалы, Сингапурде осындай заң бұзушылық үшін $3000 дейін жаза қарастырылған. Онда көшелер зарарсыздандырылған. Тәртіп пен ішкі тазалық барлық жерде. Атап айтқанда, сот жүйесінде, денсаулық сақтау, білім беру салаларында тағы басқа сақталынды. Бірнеше жыл бұрын қоқыспен күресудің тағы бір науқаны болған кезде, менен осындай заң бұзушылыққа қатысқандар жиі заңгерлік көмек сұрады. Содан кейін полиция қызметкерлерінің бұл серпін ұқыпсыз азаматтар үшін ұмытылды. Қазір мен осындай әлеуетті клиенттердің жоқтығын көріп көңілім түседі. Ал менің сүйікті қалам Алматы көшелері сол баяғы қоқыстар мен асфальт жолдары түкіріктерге толы. Бұл халық мәдениетінің төмен дәрежеде екендігін көрсеткіші. Біз мәдениетті ұлт болуымыз үшін әркім өзінен бастау керек. Алғашқы қадам қоқыс жәшігіне бос бөтелкені немесе дорбаны тастау болып табылады. Менің ойымша, біз қоқыс үшін жазаны қатаңдату арқылы сондай-ақ осы құқық бұзушылық үшін жүйелі және үнемі қудалау жүргізу арқылы ғана бұл надандықты жеңеміз. Сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов болды. Осы видеоға лайк қойыңыз, менің YouTube каналыма жазылыңыз.